Ал бауырым, ассалаумағалейкум. Маған личкама сұрақ қойыпсың. Енді ВКонтакте болсын, Инстаграм болсын, басқа әлеуметтік желі бойынша барлығына осы личкама сұрақ қойыпсың. Ол үшін біліп жүремінге кіресің. Яғни одан кейін кез келген видеоны аласың. Мысалы мен бірінші все видео дегеннің ішіне мысалы бір өтініш болсын, кез келген видеоны аласың. Одан кейін болды. Енді осы жерде сен поделиться дегенді басасың. Поделиться басқаннан кейін міне копировать ссылку деген бар. Копировать ссылкудан кейін Chrome интернетке кіресің, я Google'ге. Міне осы жерге кірем. Одан кейін жоғары жағында вставить деймін. Болды. Сосын біліп жүремінге кіремін қайтып. Содан кейін осы жерге басасыз. Поиск деген бар. Поискке басамыз. Болды. Bir ғана сөз іздейсіздер. Мысалы, егер сіз Instagram туралы сұрақ қойсаңыз маған, онда Instagram жазамыз. Так, Instagram, поиск басамыз. Instagram туралы сұрақтар біліп жүремін деп таба аласыздар. Спискімен қарайсыздар. Мысалы 32 бит деп жатады. 32 бит жазамыз. 32, тек 32 депсеңіз болды. Bir ғана сөз жазсаңыз болды. Міне 32 бит. Мысалы жақында осы сұрақ келді маған. Алиэкспресс десеңіз тек қана Алиэкспресс жазасыз, болды.